Түсінікті ме? Біз кеше бірінші негізді алып едік, солай ма? Сол бірінші негізге келіп айтқан уақытымызда бұл Аллах Субханаху ва Тағалаға болған ықылас пенен құлшылық қылу мәселелері туралы тоқталып өтіп едік. Енді кейбір жағдайларда осындай бір екінші негізге кірмей тұрып айтып өту қажет болған нәрсе бар. Кейбір жағдайларда осылай Аллах Субханаху ва Тағаланың жалғыз өзіне құлшылық ету, Аллах Субханаху ва Тағаланың Аллах пен пенденің арасына ешкімді қою мүмкін емес. Аллах Субханаху ва Тағала өзі аятта айтады, олар сізден мен туралы сұраса, оларға айт, фаинни қариб, мен жақынмын, мен олардың дуасын қабылдаймын деп айтқан аяттар бар. Аллах пенен пенденің арасында тұратын ешкім жоқ. Сен сұрамақшы болатын болсаң, жалбарынбақшы болатын болсаң, пана тілемекші болатын болсаң, шапағат тілемекші болатын болсаң, сен үшін бұл тілектің иесі тек қана кім? Аллах Субханаху ва Тағаланың жалғыз өзі ғана десең, кейбіреулер айтады, бұл сөзіңмен сен әулиелерді қорлап жатсың дейді. Соларды кемсітіп жатсың дейді. Түсінікті ме? Не үшін? Себебі сен әулиелерге барудан және оларды атын айтып сұраудан, солар арқалы Аллахқа шығудан қайтарып жатсың. Демек сен осы менен әулиелерді өткен құрметте, иманда, исламда өткен аталарымызды менсінбей жатсың, оларды кемсітіп жатсың, оларды аяқасты қылып, құрметсіз қылып жатсың деген сөзді естіп қаласың. Бұл да тура Наби саллаллаху алейхи уассаламның уақытында болған жағдай. Наби саллаллаху алейхи уассалам уақытында да кешегі ишара қылғанымыздай, олар біздің аталарымызды боқтап жатыр, біздің құдайларымызды боқтап жатыр деді мүшриктер. Мүшриктерге сендер неге бұл әулиелерге құрмет дуа қыласыңдар? Әулиелер кім олы? Әулиелер мүшриктердің, Меккедегі мүшриктердің уақытындағы әулиелер Уад, Суа, Яғут, Яуқ, Наср деген әулиелер. Болар қазіргі кейбір елдер, яғни жағдайларда естіп қалатын арыстан баб, пәленші баб, түгенші баб деген тура осы мынау. Түсінікті ме? Аттары басқа. Кеше айттық қой, бір нәрсенің аты өзгеруіменен оның өзі өзгеріп қалмайды. Аты өзгеруіменен өзі өзгеріп қалмайды. Бұл Уад, Суа, Яғут, Яуқ, Наср кімдер болар десе, Ибн Аббас радиаллаху анху айтады бұл сахихтағы асарда, бұл адамдар Нух алейхиссалату вассаламның қауымындағы болған жақсылықта, жақсы амалда, иманда, исламда өткен адамдар болды. Адам алейхиссалату вассаламның ұрпақтарынан. Олар қайтыс болған уақытта шайтан олардан кейінгі адамдарға келіп не қылды? Уасуас қылды. Сендер осы өткен әулие аталарымды суреттерін салып қойыңдар. Соларды көрген уақыттарында солардың істеген жақсы амалдары, мінездері, құлықтары, иман, исламда болғандары естеріңе түсіп, содан соларға ереуді боласыңдар. Жақсы ниет, сырт көрінісінен жақсы ниет сияқты бол. Солай боласыңдар деді. Шайтанның сөзін олар қабылдады. Мынау білімсіздіктің бір жаман қадамы. Оларға құлшылық қылыңдар деп айтқан жоқ. Себебі бірден құлшылық қылыңдар десе, қайда деп қарсылық қылатын. Кейінгі ұрпақтарға шайтан оларға уасуас қылып, сендердің
бұрынғы осы сурет салған, мүсін салған аталарың осылардың алдына келіп дуа қылғанда дуалары қабыл болатын дейді. Содан кейін олар Аллахтың алдына дуа қылмай, қабірдің әулиелер, мақбаралар, сондай бір құрметті жерлерге барып дуа қылады. Құрметті жер деген шариғатта емес, олардың өздерінің ойларында құрметті болып қалған жерге барып дуа қылсақ, Аллахқа дуамыз тезірек жетіп барады деп ойлайды. Осылай болады. Содан кейінгі ұрпаққа не деп айтты? Сендердің дуаларың Аллахқа осылар арқалы жететін болған, бұрынғы аталарыңның. Содан кейін олар осыларға дуа қылып, біздің дуаларымызды Аллахқа жеткізу. Оны қаяқтан алдық? Болды, ертек емес. Не болды? Аллах субханаху ва таала Құр'анда олардың жағдайлары туралы бізге айтады, хабар берген. Оларға неге бұндай адамдарға құлшылық қылып жатсыңдар? Болар сендер сияқты адамдар болды ғой десе, ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа. Біз оларға ибадат қылмаймыз өз негізінде. Мақсатымыз олар емес. Бізді олар жақын қылсын Аллахқа деп құлшылық қыламыз дейді. Басқа бір аятта бізді олар шапағат етсін деп қана дуа қыламыз оларға. Болды, басқа ештеңе емес. Түсінікті ме жоқ па? Біздің мақсатымыз оларға дуа қыламыз, тіпті олар бізді Аллахтың алдында не қылады? Шапағат етеді. Бұл кімнің сөздері болар? Олар Меккедегі мүшриктердің сөздері. Аллах субханаху ва таала бізге өшірілмейтін, өзгермейтін, қияметке шейін қалатын Құр'анда бұны сақтап қалдырып қойды. Бұл қияметке шейін қалған таухид иелері үшін бір үлкен дәлел болып қалатын аят. Түсінікті ме? Енді қазіргі күнде де осы нәрсені егер сол қабірлерге барып, соларға құлшылық қылып жатқан адамдардан екі ауыз сұрасаң, саған не дейді? Біз болардан, яғни ана біреуін өткенде айттық қой, яғни әулиелер қолдай ма, қолдамай ма десе, әулиелер қолдайды дейді. Қолдайды деген ол шапағат етеді деген ол дейді. Әулиелер шапағат ете ме жоқ па? Пайғамбарлар шапағат қыла ма жоқ па? Қияметте шапағат қылады. Бұл дүниеде емес, қияметте. Наби саллаллаху алейхи ва саллам хабар береді, адамдар келіп, адамға келеді, Нухқа келеді, содан кейін неге? Мусаға, Ибрахимға, Мусаға, Исаға келеді да, ақыры кімге келеді? Мұхаммед алейхиссалату вассаламға, Аллахтың алдында бізге шапағат қылыңыз, осы басымызға түскен қиын ауыр азапты жеңілдетсін деп талап етеді. Аллах субханаху ва таалаға сәжде қылып, Наби саллаллаху алейхи ва саллям сұрағанда шапағат етуге Аллах не қылады? Рұқсат береді. Содан кейін тозақтан шығатындар үшін да шапағат қылынады. Әулиелер, иманда, исламда, таухидта жүрген білім иелері, жақсы амалды өткен адамдар, салихтар, шухадалар, солардың барлығы шапағат етеді. Бірақ олардың барлығы қашан шапағат етеді? Өзінің қалауымен ба қияметте? Жоқ. Аллах рұқсат бергеннен кейін кімге? Кімге шапағат етеді? Аллах разы болған құлдарына. Аллах разы болған құлдар кімдер десе, Аллахқа серік қоспағандар. Аллахтан басқасына дуа қылмағандар болар таухид иелері. Сен бұл шапағатты Аллахтың мүлкі екенін білесің. Шапағат кімдікі? Аллахтың мүлкі ол. Сол шапағатты сен кімнен тілеп тұрсың? Пайғамбардан. Сол үшін кейбір жерлерде қария жас үлкен кісілерден естіп қаласың, ей Расулаллах, бізді шапағат етіңіз дейді. Осы әулиелер бізді қолдасын дейді. Солай ма жоқ па? Медет берсін дейді. Солай ма жоқ па? Бұл сөздердің барлығы тура ашық Меккедегі мүшриктердің дуасы бұл, Аллахтан басқаға. Бірақ өкім өзгереді. Өкім басқа. Меккедегі мүшриктер, олар мүшрик болған, бұл нәрсе түсіндірілгеннен кейін бас тартқан олар. Наби саллаллаху алейхи ва саллям таухидты баяндағаннан кейін бас тартқан. Біздің адамдардың көбі бұл нәрсені түсінбейді, бәлкім бұл нәрсені исламнан деп біледі. Мұсылманшылық
Болардың бол мұсылман, мен мұсылман болғаннан кейін үлкен аталар, бол әулиелер, бол сахабалар немесе басқалар әулие адамдар өтті. Солар бізден көре Аллахқа жақын. Солай ма? Осыған ұқсаған боларға түсіндіріліп қойылған мәліметтер бар. Сол арқылы болар өздері білмей ширкке кіріп кетеді. Осыменен ширкке кіріп кетеді. Сол үшін бізден кешегі мәліметті қайтарып айтатын болсақ, осыған ұқсаған адамдарды, әсіресе жасы үлкен шал кемпірлерді, жасы үлкен кісілерді осындай бір күдіктерменен ширкке кіріп қалып жатқан себептері бар. Бізден талап етілетін важип нәрсе осы нәрселерді баяндауымыз керек. Біз баяндаған уақытымызда да сол нәрсенің тек қана ширк екенін айтып қою емес, бәлкім соны қай жолмен айтсам, ол адам, атаң, анаң, әкең, әжең соның ширк екенін біліп, содан тәубә қылады екен. Осыны тастайды екен, таухидқа қайтады екен, осы менен тозақта мәңгі қалудан құтылады екен деген ойменен сол себепті алу керек. Амма оның ширк екенін айтып қою болатын болса, бұл көп адамның қолынан келуі мүмкін. Көп адамның қолынан келуі мүмкін. Әшейін ширк екенін айтып қою. Мәселе ширк екенін айтып қою емес, соны сол батқақтан шығару керек. Сол батқақтан шығару керек. Тура осыған ұқсаған мәселе, бұл енді қазіргі мысалымыз ол Аллахқа құлшылық етуде басқа біреуді серік қосу. Тура осыған ұқсаған мәселе кейбіреулеріне ишара қылдық. Расул саллаллаху алейхи уассаламға ергесуде басқа біреуді серік қылу. Осыған қайтады олда. Біз жалғыз біреу ғана құлшылық етеміз. Ол кім? Аллах субханаху ва тағала. Және жалғыз біреуге ғана сұрақсыз ериміз. Дәлелсіз деп айта аламыз ба, жоқ па? Себебі Расул саллаллаху алейхи ва саллям туралы айтып жатыр. Себебі ол кісінің айтқан сөзі өзі дәлел. Ол кісіден дәлел сұраудың қажеті жоқ. Надан ғана дәлел айту мүмкін. Расулаллахтың осы айтқан сөзіне дәлел не деп? Түсінікті ме? Біз бір адамға ғана дәлелсіз, құжатсыз адамдар сияқты сұрамай ериміз. Себебі ол кісі айтқаны, істегені, бір нәрсені растағанының өзі де не болып есептеледі? Біз үшін дәлел, құжат болып есептеледі. Осы бапта да бағанағы бапқа сияқты қате болады. Яғни бүгінгі мәселеде жақын сол нәрсе, Расул саллаллаху алейхи ва салламның жалғыз өзіне еру керек дейтін болсаң, айтады, осы менен сен ғалымдарды құрметсіз қылып жатсың дейді. Сен ғалымдарды мойындамай жатсың дейді. Тура бағанағы әулиелерді, салихтарды, періштелерді, басқа соларды мойындамаған сияқты, соларды құрметтемеген сияқты, мына жерде осыны құрметтемей жатсың дейді. Мысал қазіргі жақында өтіп кеткен мәуліттің күндері, түндері, бір ай мәуліт болды бұлай. Солай ма, жоқ па? Бір ай. Бір ай мәуліт. Осы мәселені көтерсең, айтуы мүмкін, сен Мұхаммед алейхиссалату вассаламды жақсы көрмейсің, жақтырмайсың сен. Неге? Сен ол кісінің күні үшін жиналуды жақтырмайсың. Ол кісінің сол күнде сирасын, Наби саллаллаху алейхи ва саллям өмірін оқимыз біз. Біз анандай өлең айтып, өсек айтып, жиналып, бағанағы билеп жатқан адам туралы айтып жатқан жоқпыз оларды. Болар тек қана отырып, зікір қылып, тасбих айтып, салават айтады. Істеп жатқан істері, бұлайша айтқанда сыдық көрінісінде шариғатқа сай сияқты болып көрініп тұрған адамдар туралы сөйлеп жатырмыз. Амма анау билеп, сегіріп жатқан адамдарды, ол әшейін бір азғантай ақылы бар адам біледі бұл нәрсе барлығы шариғатқа теріс екенін. Айтады, сендер бір отырып, сол 12-ші Рабиул ауал күні жиналып, Расул саллаллаху алейхи ва салламның туылған күні үшін Аллах субханаху ва тағала бізге сол адамды берген екеніне бір неғматқа шүкір етуге қара әдемі сөзді былайша айтқанда. Аллах субханаху ва тағала Расул саллаллаху алейхи ва саллям бізге неғмат қылып берді ме, жоқ па? Сөзсіз неғмат. Сол кісінің осылай бір неғмат қылып берілген
орында сендер сол неғметқа шүкір қылудың орнына шүкір қылмай ақ қоя салыңдар. Қарсы болмаңдаршы дейді де, жоқ дегенде. Өздерің ғой істемейсіңдер. Және біреулерге де қарсы боласыңдар деген сөзді айтады. Оларға айтылады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям өзінің туылған күнін білді ме, білмеді ме? Кім айтады? Білді. Қандай дәлел оған? Әне. Міне Расул саллаллаху алейхи ва салламнан сахаби сұрады. Я Расулаллах, неге сіз дүйсенбі күні оразасын ұстайсыз деді. Сөйтіп еді, мен ол күнде туылғанмын және сол күнде пайғамбар болғанмын. Сол күнде туылғанмын және сол күнде пайғамбар болғанмын деді. Осы жерде Расул саллаллаху алейхи ва салламның туылған күні болып жатыр. Мейрам қай күн? 12-ші ма? Дүйсенбі. Дүйсенбі біз үшін мейрам екен негізінде. 12-ші емес. Хадисте 12-ші деп айтты ма, дүйсенбі деп айтты ма? Айтыңдаршы. Әрбір ақылды адам біледі оны. Хадисте дүйсенбі деп келді, 12 деп айтылған жоқ. Түсінікті ме жоқ па? 12 деп айтылған жоқ. Біз айтатын число дей ма? Не дейді? Қазақша число не болады? Күні. Қай күніне келетін болсақ, күнінде келісілген сөз жоқ. Кейбір ғалымдар айтады 8-інде, 9-ында, 11-ында, 12-сінде, 13-ында, 15-інде, 17-інде осындай сөз көп. Себебі исламда бұл күндер қасиетті болмаса мән берілмеген оған. Түсінікті ме жоқ па? Егер осы Расул саллаллаху алейхи ва салламның туылған күні қасиетті болу керек болғанында, Абу Бакр, Омар, Османдар бұны жаттап, мүрлеп қоятын оны. Солай ма? Есептеп қойған болатын. Бірақ оларға бұл нәрсе қызық болған жоқ. Абу Бакр мен Расул саллаллаху алейхи ва саллам Меккеге хижрат қылып жатқан уақытта қай тауда болды? Қай үңгірде болды? Хира ол вахи түскен. Солай ма? Вахи түскен тауды бастайық онда. Сендердің естеріңде бар тау. Сол тау ең құрметті тау сияқты. Bir сызық көрінісінде солай. Вахи ең бірінші аспан мен жердің арасы жалғасып тұрған уақыт. Жер. Сол жер Расул саллаллаху алейхи ва саллам үшін құрметті болды ма жоқ па? Кім айтады? Құрметті болған жоқ. Құрметті болған жоқ. Құрметті болғанында Расул саллаллаху алейхи ва саллам барып тұратын сол жерге. Абу Бакр, Омарлар барған болатын. Абу Ханифа Меккеге умраға, хажға келген уақытта барған болатын. Шафии сол жерге барған болатын. Осылай. Мысал келтіре бер. Бүткіл қай бір имамды айтса, барды ма, бармады ма? Айтсаң, бармаған олар. Бармаған не дәлел? Барды деп айтпаған бізге. Бар болғанда келген болатын. Біреу айтады ғой, мүмкін барған шығар деп. Барған болса сен айт. Біз жоқ нәрсені бар деп айтпаймыз. Жоқ нәрсе жоқтай тұр. Бар болғанда бар деп айтқан болатын. Демек бармаған олар. Вахи түскен жерде, басқа да Наби саллаллаху алейхи ва саллям туылған үйі, туылған жері. Бір үйде туылды ғой, өкісі де саллаллаху алейхи ва саллям. Дұрыс па жоқ па? Қай жерде сол? Кейбір софалар Меккеде сол туылған жеріне барып, сол жерде тасбих айтып, зікір қылып, намаз оқып қайтады. Наби саллаллаху алейхи ва саллям туылған жері деп. Сол туылған үйі деп. Осылардың барлығы шариғатта жоқ нәрсе. Егер осы нәрселер шариғатта азғантай бір нүкте дәрежесі болғанында, үлкенде бір нүкте дәрежесі болғанда, нүктені түсінесіңдер ғой? Бір нүктедей дәрежесі болғанында, бұны сахабалар, табииндер тіпті Наби саллаллаху алейхи ва саллям өзі сүннет қылып қалдыратын. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады, пайғамбар, қай бір үмбетке пайғамбар келетін болса, ол пайғамбар өз үмбетіне өзі білген жақсылықты үйретіп, өзі білген жамандықтан ескертіп кеткен. Қандай жамандықты сұра ғалым адамнан, саған сол жамандықтың жаман екенін Құран хадиспен дәлелдеп береді. Қандай бір жақсылық, миллион, миллиардтаған жақсылық білетін болсаң, әрбірін сұра, саған Құран хадистен оның дәлелін тауып береді. Егер тауып бермесе, демек сол нәрсені білмеген болған болуы мүмкін. Басқа ғалым оны біледі. Себебі бір ғалым бүткіл білімді жинау мүмкін емес нәрсе.
Түсінікті ме жоқ па? Себебі Алла субханаху ва тағала бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды осы дінді бүткіл жақтан толық болмағанша жанын алмаған. Расул саллаллаху алейхи вассаламның осы дүниеден көшетін уақыты келді дегені қашан ол? Қашан? Шариғат толық болғанда. Әл-яума акмалту лакум динакум. Осы күнде сендерге діндеріңді толық қылып бердім деген уақыттан Наби саллаллаху алейхи вассаламның өлетін уақыты жақын болды. Осы аят түскеннен кейін 80 күннен кейін Расул саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болады. Түсінікті ме жоқ па? Демек, егер осы туылған күні, өлген жері немесе туылған жері осындай бір нәрселер егер бір қасиетті болғанында бізге алхамдулилля біздің үмбеттегі сондай сахабалар, сондай табииндер осы дінді жаттап, зерттеп, сақтап қалған ғалымдар бізге қалдырып қойған болатын ол нәрсені. Солай ма? Қалды ма? Жоқ, қалған жоқ. Демек бізге керек емес екен. Біз керек емес нәрселерді іздеп, керек нәрселерді ұмытып білмей жүреміз. Кейбіреулер сұрап жүреді де әртүрлі нәрселерді сұрайды. Бағанағы Иблистің әйелінің аты кім деп мысалы. Иблистің әйелі, Иблис қой аты шайтанның, анау Адам алейхиссалату вассаламды азғырған шайтанның аты Иблис. Иблистің әйелі болса, оның әйелінің аты неше әйел болған, оның әйелінің аты кім? Саған не керек оның? Аты білдің, білмедің, соменен сенің иманың көбейе ме, амалың көбейе ме? Не саған хайыр бар соның артында? Солай ма жоқ па? Хайырың бар нәрсені ізде. Сенің иманыңа әсер болатын, амалыңа әсер болатын, шариғатта келген дәлелменен болған нәрсені ізде, соны тауып, иман келтіріп, соған сеніп амал қылсаң, Аллахтың алдына ақ бетпен баруға саған сол ғана себеп болады. Түсінікті ме? Демек, Наби саллаллаху алейхи вассаламның туылған күніне келетін болсақ, біз бір жылда неше рет туылған күн қылады екенбіз? Bir ayda 4 rет туылған күн қылады екенбіз. Bir ayda дүйсенбі 4 рет келеді. 2 айда 8 рет қылады екенбіз. 48 рет. 48 рет біреулеп есептесек енді, мына математик бар екен ішімізде. 48 рет туылған күн қылады екенбіз. Солардың көбінің көрсең, дүйсенбі, солардың көбі осы жамағатта отырғандар болатын болса, туылған күн қылып тұрғандардың көбі дүйсенбі күні Расул саллаллаху алейхи вассалам ораза тұтқанын да білмейді. Неге тұтқанын білмейді? Егер тұтқанын білетін болса, не үшін тұтқанын да білмейді? Көбі тұту деген білмейді. Егер тұтқан екенін білсе де, не үшін тұтып жүргенін білмейді. Нағыз сүндет есіктің сыртында қалып кеткен, олар керек емес жерге кіріп алған. Түсінікті ме жоқ? Олар керек емес жерге кіріп алған. Ал ол хайыр оларға қай жерде пайда болады? Айтшы. Оларға пайда болмайды. Бәлкім оларға зиян болады. Неге? Себебі олар білер білмес шариғатқа жала жапқан болады. Білер білмес Расул саллаллаху алейхи вассаламға жала жапқан болады. Сол үшін бидатты істеген адам қанша көп істесе де, Аллахқа жақын болып жатырмын деп әрекет қылғайын сайын, ол Аллахтан ұзақ болып кете береді ол. Себебі о Аллах субханаху ва таалаға құлшылық қылып жатырмын деп ойлайды. Негізінде ол не істеп жатыр? Күнә істеп жатыр ол. Бидат істеп жатыр, күнә істеп жатыр. Күнә істеген адам Аллахқа жақын болып жатыр ма, жоқ, ұзақ болып кете жатыр ма? Сөзсіз ұзақ болып кете жатыр. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін әулиелерді құрметтеу, олардың кереметтеріне сену, ол келешекте келеді ол әулиелердің мәселесі. Ол нәрсе бар, оларды құрметтеу бар, бірақ олардың барлығы ғалымдарды құрметтеу, олардың барлығы шариғатта талап етілген нәрсе, бірақ ол нәрсе шариғаттың шегіменен болу керек. Түсінікті ме жоқ па? Егер осылай болмайтын болса, адам қателікке жол береді. Бола ма бүгінге? Жоқ, екінші негізді бастаймыз ба? Шаршамадыңдар ма? Сендер шаршап қоймайды тағы. Ертең Қазақстанға барып, Умраға барып шаршап қайттық деймін де тағы. Аналар шаршатып жіберді.
Жақсы тамақтанып шай ішіп жүрсіңдер ме деймін. Үйдегілерін тағы танымай қалмасын, азып кетті болады. Айтып қояқ, 1-2 сағат қана сабақ. 24 сағат сабақ болып жатқан жоқ, Енді екінші негізге келетін болсақ, ол екінші негіз Мұхаммед ибн Абдул-Вахаб рахимахуллах айтқан діндегі Аллах субханаху ва таала діндегі бірлікке шақырып бөлінуден қайтарған екені. Түсінікті ме? Екінші негіз Аллах субханаху ва таала діндегі бірлікке шақырып және бөлінуден не қылған? Қайтарған. Мұхаммед Абдул-Вахаб осы жерде бірінші негіз жалғыз Аллахқа құлшылық ету туралы сөйледі. Екінші негіз бөлінбеу, бірлікті сақтау туралы болған негізді айтып жатыр. Аллахтың бірлігінен кейін осы негізді айтудың бір себебі бар шығар, Аллаху алам. Оны ғалымдар айтады, Аллах субханаху ва тааланың өзіне ғана, жалғыз өзіне ғана құлшылық етпеу, бұл бөлінудің үлкен себебі. Түсінікті ме, жоқ па? Мәселеге тереңірек қарайық та. Аллах субханаху ва тааланың жалғыз өзіне құлшылық қылмау және Мұхаммед алейхиссалату вассаламның жалғыз өзіне ермеу, бұл үлкен бөлінудің несі? Себебі. Бөліну деген осы жерден шығып келеді. Содан таухидтан кейін бірлікті сақтаудан, Аллах субханаху ва тааланың бірлікті сақтауға бұйырған екені және бөлінуден қайтарған екенін баяндаған бір негізді айтып жатыр. Демек, бұл үмбет Мұхаммед алейхиссалату вассаламның үмбеті. Раббісі бір, пайғамбары бір, оқитын кітабы бір, қибласы бір, 5 уақыт намазы бір, зекеті бар, хажы бар, бүткіл амалдарына қарайтын болсаң, негіздері бір. Енді келіспеушілікке не жол бар? Аллах субханаху ва таала «Ва'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррақу» деп бұйырып қойған. Сендер Аллах субханаху ва таала, ярхамкаллах, аспаннан түсірген жіпке жиналыңдар арқанға. Ол Құран, шариғаты, вахи. «Ва ла тафаррақу» одан бөлінбеңдер деп айтты. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا Сендерден бұрынғылар сияқты, бөлінген адамдар сияқты, бір-бірлеріне қарсы болған адамдар сияқты болмаңдар деп бірлікке бұйырып, бөлінуден қайтарып жатыр. Бұл мағанадағы аяттар бірнеше аяттар. Осы аяттар болып баяндалып тұрып, ислам үмбетінде бөлінуді өз көзімізбен көріп тұрамыз. Әр заман кешіккен сайын, қияметке жақындаған сайын, адамдардың арасында білімділер азайған сайын, надандар көбейген сайын, осындай келіспеушіліктер көбейе береді. Бірақ осы үмбеттің бөлінуінде бір-біріне қарсылық болуы шариғатта айтылған болса, Наби саллаллаху алейхи ва саллам оны білген болса, вахи арқылы, оның да шешімін айтқан шығар деген сұрақ келуі мүмкін. Дұрыс па жоқ па? Яғни шариғатта мынау қалай болады? Дәретің мынандай бұзылып қалса не болады?
намазың мынай болса қалай болады, зекетің былай, саудаң, бәрі баяндалды ма жоқ па? Әрбір сұраққа бағанағы айтылғандай, оның шешімі, әрбір не дейді, мәселенің жауабы бар ма жоқ па? Жауабы бар. Бұл әшейін әрбір, яғни жеке бір мұсылманға қатысты болған амалдар болардың барлығы. Намаз, ораза, зекет, хаж сияқты. Мынау бөліну деген нәрсе аналардан көре басқа жақтан өте қатерлі. Себебі адамдардың, мұсылмандардың бөлінуі бұл бір адамға қатысты болған нәрсе емес. Бір ұлтқа, бір елге, бір жамағатқа, бәлкім бүткіл жер жүзіне қатысты болған мәселелер. Өте негіз қатерлі болған мәселе болып есептелер бұл нәрсе негізінде. Осы менен әке балаға, бала әкеге, туысқан туысқанға, бауыр бауырына қарсы болып кетуі мүмкін бұл, Алла сақтасын. Енді осындай бір толық шариғат, әдемі көркем шариғат, сонша мәселелерді баяндап, осы келіспеушілік болған уақытында ол келіспеушілікті қалай шешу керек екенін баяндамаған болуы мүмкін бе? Мүмкін бе солай? Мүмкін емес ол нәрсе. Солай ма жоқ па? Мүмкін емес ол нәрсе. Демек солай екен, біз қарай шариғатта осы келіспеушіліктің шешімі айтылған бекен. Расул саллаллаху алейхи осы келешекте келіспеушілік болатын үмбеттің арасында осындай бір-біріне қарсылық болатын екенін білген бекен деп сұрайық та, оны Расул саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен көрейік. Сондай нәрсе айтылған ба жоқ па? Наби саллаллаху алейхи вассалам хадисте осы үмбет өткен еврейлер 71 пірқаға бөлінді, христиандар 72 пірқаға бөлінді, осы үмбет 73 пірқаға бөлінеді дейді. Олардың барлығы тозақта болады да біреу ғана дейді. Біреу ғана осы бәледен сақ болады. Сонда сахабалар, я Расулаллах, кім олар сәлемет қалған адамдар десе, ол менің және менің сахабаларымның жолында болған адамдар дейді. Менің және менің сахабаларымның жолында болған адамдар. Және басқа бір хадисте Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, яғни Наби саллаллаху алейхи вассалам сахабаларға бір жүректеріне қатты әсер ететін уағыз айтады. Сонда сахабалар, я Расулаллах, бұл қоштасушы болған адамның уағызы сияқты. Бізге уағыз, насихат ет, өсиет айтыңыз дейді. Сонда сендерге Аллахқа тақуа етуді өсиет етемін, және келешекте келетін өздерінің араларынан шыққан билік иелеріне тыңдап мойынсынуды бұйырамын. Енді келешекте сендер көп келіспеушіліктерге жолығасыңдар дейді. Ол хадис бойынша біз білдік, келіспеушілік, хилаф, қарсылық болатын екен. Расул саллаллаху алейхи вассалам білген бе екен? Білген. Тура осы жерде біреу сұрап жатқан же, я Расулаллах, осылай бір келіспеушілік болатын болса, оның шешімі неде деп. Қалай бол келіспеушілікті шешеміз дегенде Наби саллаллаху алейхи вассалам айтты, фаалейкум бисуннати ва суннати хулафаир рашидин ал-махдийин мин ба'ди dedi. Сендер менің сүннетімді ұстаныңдар, және менен кейінгі халифалар, сахабалар, Абу Бакр, Омар сияқты сол сахабалардың жолын ұстаңдар да, абду алейха, ұстанғанда әшейін бір ұстану емес, мынау талқандайтын үлкен тістерің менен тістеп ұстаныңдар. Абду алейха бин наваджид ва iyyakum ва muhdathatil umur. Істерде болатын, амалдарда, сенімдерде болатын бидаттардан сақтаныңдар. Әрбір бидат адасу, және әрбір адасу тозаққа алып барады деді.
Демек осы жерде, осы хадисте, осыған ұқсаған бірнеше хадистерде осы келіспеушіліктердің шешімі бар екен. Ол немен болады екен? Наби саллаллаху алейхи уассаламның қалдырған шариғатына қайту менен болады екен. Түсінікті ме? Енді Наби саллаллаху алейхи уассаламның шариғатына қайту бабына келетін болсақ, оны да дұрыс түсінуіміз керек болады. Оны да дұрыс түсінуіміз керек болады. Наби саллаллаху алейхи уассалам бізге оны да вахи арқалы Құр'анда немесе хадисте баяндап кеткен. Аллах субханаху ва таала Құр'анда айтады: "Фаин таназатум фи шайин фаруддуху илаллахи ва расул." Сендер бір нәрседе бір-бірлеріңе қарсы болып қалсаңдар, тартысып қалатын болсаңдар, Аллах пенен пайғамбарына қайтарыңдар. Аллах пенен пайғамбарына қайтарыңдар дейді. Енді қазір айтайық, мына екі жігіт бір-бірімен тартысып қалды. Түсінікті ме? Бұл екеуі Аллах пен пайғамбарына турадан тура қайтуға мүмкіншілігі бар ма? Мысалы, қазір Құранды ашып, оқып, өкім түсіне аласың ба сен? Жоқ. Хадисті ашып, түсіне аласың ба? Жоқ. Демек, болар тартысу керек емес өзі. Түсінікті ме, жоқ па? Болар тартысу керек емес. Себебі тартысуға күші жоқ. Түсінікті ме, жоқ па? Тамақ жеуге қасық болу керек. Соғысуға қылыш болу керек. Солай ма, жоқ па? Сенде не бар? Ештеңе жоқ. Қазір бауырлардың арасындағы тартыстар, мешіттегі тартыстар, жамағаттардың арасындағы тартыстардың көбіне келетін болсаң, бағанағы айтқандай, надандық, білімсіздік, тәрбиенің төмендігінен осынша ауыр келіспеушіліктер келіп шығады. Түсінікті ме, жоқ па? Қай бір мәселеде болмады. Біз оны 100 рет, 1000 реттен ескертеміз, бірақ оны кейбір құлақтарға жетпейді, жетсе іс жаққа кірмейтін сияқты. Мұхаммад ибн Каъб ал-Қурази рахимахулла айтады: Аллах субханаху ва таала әрбір тайпаға, тайпа деген жамағат, әрбір тайпаға өзінің парызын істеген дейді. Яғни өзінің мойнына қойған парыз бар. Себебі бізде тайпалар кімдер? Ғалымдар бар, ғалымдардан басқалар бар. Түсінікті ме, жоқ па? Ғалымдар бар, және ғалымдардан басқалар бар. Ғалымдардан басқалардың уәжібі, өздерінің уәжібі бар, ғалымдардың өздерінің уәжібі бар. Ғалымдардан басқаларға не деді Алла? Айтты: "Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун." Білмесеңдер, білім иелерінен сұраңдар деді. Мына екеуі қазір тартысып жатса, өзінің ақысын істеп жатыр ма, жоқ па? Өзінің ақысын істеп жатыр. Біреудің ақысына шабуыл жасап жатыр. Кімнің ақысына? Ғалымның ақысын алып жатыр. Менікі ол деп. Түсінікті ме, жоқ па? Бұл өзінің шегінен шығып жатыр. Бұл екеуі мысалы шариғатта сөйлесуі мүмкін. Мынандай аят бар екен, мынандай хадис бар екен, бір-бірді ескертіріп, иә? Наби саллаллаху Аллах айтады: "Фазакки фа инна зикра танфа'ул му'минин." Ескерт, себебі ескерту момындарға не береді? Пайда береді дейді. Бір-бірімен сабақ тыңдап, кітап оқып, бір-біріне ескерту, бұл барлығы жақсы нәрсе. 10 минут, 15 минут сөйлегенде бір мәселе келіп қалды. Шығып қала ма арада, жоқ па? Мынау хадис, мына аят, немесе мынандай, мен мынадан естідім, мен мынадан естідім. Осы жерде нүкте, тоқтау керек. Себебі ар жағына тартысқан менен не пайда, айтшы? Тартысып біліміңе білім қосылады деп ойлайсың ба? Су шықпайтын құдыққа 24 сағат шелек тастаған менен су шықпайды о жерде. Су жоқ ол құдықта. Түсінікті ме, жоқ па? Су жоқ құдыққа, су телекті 24 сағат лақтыр. Ал, сал, шығып қалам екен деп. Су шықпайды о жерден, су жоқ бауырым о жерде. Тура сол сияқты мына екеуінде шығатын білім жоқ о жерде.
Аллах пайғамбар айтты деген нәрсе жоқ. Бұл жерде тек қана мен дұрыспын деген жол менен бір сөздерді айтып, ақыр бір-бірін жек көріп, боқтасып, мүмкін төбелесіп тұрып кетеді шығар ақырында. Негізінде ықылас жоқ ол жерде, және білім жоқ ол жерде. Ықылас жоқ белгісі өзінің сөзін ақтаумен әуре болады ол жерде. Мен шын болып шықсам ғой деп. Әйтеуір, шын ба, өтірік па, Алла сақтасын. Екіншісі білім жоқтығы, білімді адам өйтпейді. Білімді адам өйтпейді. Білімді адам қалай сөйлеуді бұл бапта білу керек. Егер білмесе, демек осы нәрсені білмеген болады. Солай істемесе, демек білмеген болады. Демек бұл жерде ғалымдардан басқа адамның ісі, ол не істеу керек? Сұрау керек. Осы жерге, білмейтін жеріне кеп тоқтады ма, демек осы жерде ақырғы нүктесі осы болды. Ол тоқтау керек осы жерде. Енді Мұхаммад бин Кәб рахимахулла айтады, ғалымдарға болған өздерінің да және несі бар? Уажыбы бар. Олар не істейді? Аллах олардан парыз алған. Кітап берілген білім иелеріне Аллах олардан келісім шарт уажып мойындарына қарыз қылып қойды. Не деп? Адамдарға шариғатта Аллах және пайғамбар айтқан сөзін дұрыстап баяндайсыңдар да, олардан еш нәрсені жасырмайсыңдар. Кімде-кім баяндау керек болған білімді жасырса дейді Наби саллаллаху алейхи вассалам, ол тозақтан болған жүгенмен жүген деледі аузына. Тура жылқының жүгені сияқты. Азапталады ол тозақта. Солай ма жоқ па? Бұл баяндау керек. Сол үшін ғалымдарда, адамдардың арасында ғалым деген атымен жүргенмен, олардың да арасында бірнеше түрлері бар. Халықтың ғалымдары болуы мүмкін. Кімдер олар халықтың ғалымдары? Халықтың ғалымдары халыққа жаққан нәрсені айтатын адамдар. Жамағатына жаққан нәрсесі. Жамағаты сол бағанағы азғантай таухид сүннеттен айтып жүрген болса, ол сол жамағатпен сол сөзді айтады. Егер басқа бір такфирилердің сөзін айтатын жамағат болса, соның сөзін айтып кетуі мүмкін. Анау кейбір арам нәрселерді адал етіп беретін, мәселені талап ететін жамағат болатын болса, солай. Әйтеуір, халық нені талап етсе, соған қарап жүретін халықтың ғалымдары деп айтылады мұны. Екінші жағы биліктің ғалымдары болуы мүмкін. Олар билікте адамдар нені адал қылып бер десе, соны, неге бұйыр десе, соны бұйырады. Неден қайтар десе, тіпті намазды, 5 уақыт намазды өз уақытында оқуға мүмкіншілік болмай жатыр. Не істесе болады десе, бәрін құптаннан кейін келіп жинап оқыса да бола береді деген фатуаларды шығарып береді оған. Себебі қазір үмбеттің ісі, қазір кризис уақыт, жұмысты тастап кететін болса, жұмыстар тоқтап, одан бетер кризисқа түседі дейді адамдар. Ризықтан қорқады, басқа қылады да, содан кейін осындай фатуаны тауып береді. Ол биліктің фатуашылары. Үшінші фатуа беруге немесе білімде болған адамдардың белгісі, олар Аллах пен пайғамбардың сөзін айту керек болған осы ислам жолының ғалымдары болады. Түсінікті ме жоқ па? Содан бағанағы аятты егер дұрыстап түсінсек, сонда бір хайыр бар. Егер сендер тартысатын болсаңдар, Құран мен хадиске қайтыңдар. Егер сол қайту сендер үшін жақсы дейді. Зәлике хайр уа ахсану тауила, келешекте де жақсырақ болады дейді. Түсінікті ме жоқ па? Демек, келіспеушілік мүмкін емес шариғатта. Бөліну шариғатта арам. Бір-біріне қарсы болу, бір-біріне ақсыз жек көру, бұл шариғатта мүмкін емес. Бәлкім момын үшін бір дене сияқты дейді Наби саллаллаху алейхи вассалам. Дененің бір бөлігі, бір шеті ауыратын болса, басқа жерінен ыстық шығып, ұйықтамайды дейді. Мысалы, тамағың суық тиіп қалса, бүткіл денең қызый ма жоқ па? Наби саллаллаху алейхи вассалам мұсылманды сол денеге ұқсатып жатыр. Наби саллаллаху алейхи вассалам сол мұсылманның бір мұсылман үшін егер бір ауырлық келетін болса, басқа мұсылмандар білгендері соның ауырлығын сезе білу керек. Наби саллаллаху алейхи вассалам айтады, момын үшін, әл-муъмину кәл-буньян, момын үшін бір үй сияқты.
Яшудду ба'луху ба'лан. Мына бұрыш ара бұрышты, арғы бұрыш мына бұрышты, төбе төменді ұстап тұрады. Момын үшін осылай. Негізі солай болу керек. Егер келіспей қалатын болса арада, шариғатқа сай шешу керек болады. Пәленші айтты, түгенші айтты болатын болса, сен шешетін адамдардан емессің. Осы себебінен әрбір адам өзінің қадырын білмегеннен, өзінің шегін білмегеннен, өзі білмейтін нәрселерге кіріп, өзі білмейтін мәселелер туралы сөйлеп, өсек айтқан болғандықтан мұсылмандардың арасында келіспеушіліктер көп болып кетеді. Бір келіспеушілік бар, ол надандар себепті 10 келіспеушілікке айланып кетеді. Егер 10 болатын болса, ол 100 болып кетеді. Ей бауыр, сен Аллах пен пайғамбарының дінінен білген 5 уақыт намазын және 3-4 мәселең бар. Болды. Тіпті 5 уақыт намазды да дұрыс біле алмайсың. Расул саллаллаху қалай анық дәрет алған хадистер бойынша десең, анықтап айтып бере алмайсың. Қай мазхабта қандай дәлелмен деп айтсаң, оны да білмейсің. Білгенің бір мазхабпенен білген болуы мүмкін. Ол ханафи мазхабымен, шафи мазхабымен, немесе өзің ұстазың үйреткен мазхабымен, сомен білесің ғана. Болды, басқа ештеңе білмейсің. Не қыласың ар жағына кірісіп, өзің білмеген нәрсеге мұрныңды соғып не істейсің? Не керек, кімге керек осы келіспеушілікке? Түсінікті ме жоқ па? Келіспеушілікте, келіспеушілік деп мойындайтын нәрселер бар. Оған тұрып беру керек болған мәселелер бар. Ол Аллахқа болған таухидта. Ширкте келіспеушілік болмай ақ қоя салсын деп разы болсақ болмайды. Наби саллаллаху болған ергесуде, мынау бидат болса мейлі бола салсын, бауырларымызбен бөлінбей ақ қоя салайық деп рұқсат беру болмайды. Себебі бұл Аллах пен пайғамбар рұқсат бермеген, сен қалай оған рұқсат бересің? Сенің бабындағы мәселелерде бас ию деген, кешіре салу деген болмайды. Ол сенің мәселең емес, ол қалтаңдағы ақшаңды сен кешіріп жіберуге ақың бар. Аллахтың шариғатын кешіруге ақың жоқ. Сенің ақида мәселелерінде бұндай бір терең бапта адам абайлау керек. Amma басқа бір дәрет, намаз мәселелері Абу Ханифа немесе Малик немесе Шафии немесе Ахмад бин Хамбал немесе басқа ғалымдардың арасында болған келіспеушілік мәселелерінде олай бір терең кетіп, сенікі дұрыс, менікі қате, немесе менікі дұрыс, сенікі қате деп, сол себептен жек көріп, сол себептен жақсы көру деген нәрсе бұл дұрыс емес. Егер сенімі дұрыс болатын болса, таухидында Наби саллаллаху ергесуі бидатсыз сәлемет, тыныштық, сәлеметтікте болатын болса, ар жағындағы мәселелерді былайша жеңіл келісіп өтіп кетсе болатын нәрсе. Ардайым бауырларға мысал келтіреміз. Мысал, 4 мазхабтың барлығында Аллаху акбар деп намазға кіре ме жоқ па? Кіреді. Содан кейін сана дуасын айта ма? Айтады. Фатиханы оқи ма? Оқиды. Одан кейін сүре оқи ма? Оқиды. Руку бар ма? Бар. Субхан раббил азим бар ма? Бәрі сөйтеді. Сами Аллаху лиман хамидах деп айта ма? Тұра ма? Тұрады. Раббана лакал хамд айта ма? Бәрі айтады. Аллаху акбар сәжде. Ақырына шейін сәлем беріп шыға ма? Иә. Не оқиды? Қай жерде қалды? Айтшы маған, қай жерде хилаф бар? Әшейін, мынау болды, басқа ештеңе жоқ. Сол үшін аспанды арып, жерге ұрып, мыналар анандай, мыналар мынандай, не керегі бар оны? Сен өзің білгеніңше құлшылық қыл, мына өзі білгеніңше құлшылық қылсын, сен үшін ол жауап бермейді, ол үшін сен жауап бермейсің. Жамандық болса айт оны. Рукун дұрыс істемей жатыр ма? Мысалы, біреулер рукуны бүйтеді. Аллаху акбар дейді де, сами Аллахын көтермей тұрып, мынандай тұрып қайттан кетіп қалатын мысалы. Сами Аллаху лиман хамидах деп тіке тұру керек. Наби саллаллаху тұрып, сүйегің, әрбір сүйегің өз орнына келіп, тыныштық сақтап, сосын сәждеге кет дейді. Ол тұрып бүйтеді де, осылай жағдайдан руку былай тұрған болса, бүйтеді өзі. Былай тұру керек қой, солай ма? Рукудан бүйтіп тұрады, қайт Аллаху акбар, сами Аллаху лиман хамидах, Аллаху акбар деп. Сен сәждеден Аллаху акбар деп келеді, өзі әлі келген жоқ, қолы келеді мына жерге. Солай ма жоқ па? Қолы мына жерге келеді, өзі бүйтіп тұр. Бүйтіп тұрып, Аллаху акбар деп қайттан келеді. Бұл нәрселерді айту керек, түсіндіру керек. Кіші жақсы сөзбен түсіндіріп, мақсат сол нәрсені намазын дұрыстансын. Amma мынау қол көтеріп жатыр, мынау көтермей жатыр, бәрі өзі үшін намазы дұрыс. Арғысы жоқ, дұрыс емес жерді дұрыс емес деп айту керек. Мен бағанағы мәселелерді санаған уақытта бүткіл мазхабтарда осылай дұрыс орындау керек болған нәрсе анық нәрсе. Amma ташахудты тастап кетсе, мынаны тастап кетсе, мынаны тастап кетсе,
әрбір мазхабта не уажиб тастаған болады, не рүкінді тастаған болады, не мұстахабты тастаған, әйтеуір тастаған болып есептеледі. Тек қана ғалымдар хилаф қылған уақытта бір ғалым оны уажиб десе, екіншісі мұстахаб деген, үшіншісі оны парыз деген, осылай. Әрбірінің өзінің назары бар, өзінің дәлелі бар, жеткілікті дәрежеде. Алхамдулилля, бір ғалым үшін ол қате болатын болса, екіншісі мынаны қате деген, бірақ барлығы бір-бірінің намазын дұрыс деп есептеген. Сол үшін біз мынау намаздың мәселелерінде бір-бірімізге қарсы болудың орнына қарсы болу мүмкін болған нәрселерде қарсы болуымыз керек. Аллахқа қарсы болғандарға қарсы болуымыз керек. Оған шіркке рұқсат беріп жатқандарға қарсылық қылуымыз керек. Жүрекпен де, жағдай барынша тілмен де, күшің жеткенше түсіндіріп, бидатқа жол ашып беріп жатқандар, Ахлус-сунна вал жамааттың сеніміне қарсы болып жатқан сөздерді айтылып жатқан уақытта сенім бабында мекен болу керек адам. Басқа амалдар барлығы уақыты келсе өзімен өзі жөнделіп кететін нәрсе. Жөнделмесе де сен оны барлығын жөндеуге бұйырылмағансың сен. Сахабалардың арасында бұл мәселелерде, фиқхи мәселелерде, кейбір адал арам мәселелерінде тіпті арасында дәлелге жараса хилаф болған. Біреулеріне дәлел жетпей қалған, біреулері аятты басқаша түсінген, солай. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін мазхабтар арқалы дінді бөліп, соны сенімге кіргізу бұл бидат иелерінің ғана жолы. Неге деп сұрауы мүмкін сен? Себебі бір бидат иесі келіп, мен иншалла осындан бүгін пәлен ақидада боламын, менің мазхабым Шафии мазхабында деп айтпаса, оны шафиилер де тыңдамайды оны. Ол Шафии мазхабында деп шықпаса, адамдар мойындамайды оны. Абу Ханифа мазхабына мында деп өзіне Абу Ханифаның мазхабындағы адамдарды қаратпаса, адамдар тыңдамайды оны. Сол үшін бидат иелерінің көбі осы мазхабтардың несін бағанағы не дейді, көрпесімен жағынып алған адамдар. Илля бұл мазхабтардың арасында сенім бабында мен имамдар туралы айтып жатырмын. Имам дегенде ғалымдар туралы айтып жатырмын. Бұрынғы Шафии сияқты, Малик және солардан мұрагер болған адамдар. Амма біз қазіргі күндегі сол мазхабтың атын айтып шығып жатқан кейбір адамдар туралы айтып жатқан жоқ. Мысал, қай бір жерде қарайтын болсаң, қазіргі күнде міне бұрында да айтқанбыз, және айтамыз оны, келешекте де айтамыз оны. Қазір мысал арабтардың елдерінде қанша көтерілістер болды, басқалар болды. Солардың ішінде ханафилер бар, шафиилер де бар, өлтіріп жатқандар, хамбалилер де бар, маликилер де бар. Мазхабы солай. Егер болмаса, егер осы мазхаб себепті проблема болатын болса, солар проблема қылып жатыр ғой. Проблема хамбалилерде емес, ханафилерде де бар екен. Проблема ханафилерде емес, шафиилерде де бар екен. Жоқ, бауырлар, ол жерде мазхабтың оған ешқандай қатысы жоқ. Тура қазіргі күнде азан кеш телевизорда айтып жатқандай, ненің терроризмнің ұлты жоқ деп жатыр ғой, ұлттың оған ешқандай қатысы жоқ деп жатыр ғой, солай ма жоқ па? Себебі террористер бәрі ұлттан шығып жатыр. Сол сияқты мазхабтың да бұндай келіспеушіліктерге қатысы жоқ. Мазхаб иелері болған үлкен ғалымдар, олардың арасында хилаф мәселе болмайынан бір-біріне қарсы болған мәселелер болмаған. Олар сенімінде, иманында барлығы бір болған. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін бұл фиқхи мәселелерді қозғалап, осы менен адамдардың арасында кедергі салып, бір-бірін жек көртіріп, мыналар қол көтеретіндер, мыналар қол көтермейтіндер. Мыналар кіндігінің астына қойса, аналар көкірегіне қояды. Мына қара, жамандығы соншалық дәрежеде, анаусы бүйтіп тұрса, сен қатын сияқты тұрмашы дейді. Қара жамандығын, бұны қанша ғалымдар айтты ғой. Қалай оны қатын қыласың, айтшы. Екіншісі айтады, сен аспабыңды ұстайын деп тұрсың ба дейді. Мен бұл сөзді ауадан алып сөйлеп жатқан жоқпын. Бұл бар нәрсе. Бауыр, бұны қанша ғалымдар істеген бұны. Кіндіктің астына мыңдаған ғалымдар, солардың артынан ерген адамдар. Қанша мыңдаған адамдар істейді бұны. Қазір күнге шейін. Соменен Аллахқа құлшылық етіп жатыр. Қалай сен оны осы қисық тіліңменен айтасың, айтшы. Бұның тек қана сол жерде бұзғыншылық қылушы, надан, білімсіз елдердің арасында кедергі қылатын осындай не десе болады енді, осыншалық жаман сөз айтқаным жетеді шығар, ар жағына айтпай ақ қойса. Осындай адамдар ғана істеуі мүмкін. Қалай сен пәлен 100 адам ғалымдар фатуа берген көкірекке қоюды қатындардың намазы деп айтасың, айтшы.
Сен анаусың қалай айтасың бағанағы әуратқа жақындатып? Бұл құлшылық істеп жатыр бұл. Әлсіз болса да бір хадиске сүйенген ол бейшара. Басқа хадис таппаған. Сен ойлап көр, ол ғалымдар әшейін бір зерігіп отырып, түнде ұйықтап, азанда сен кофе ішіп отырып, шешпеген сен сияқты бұл мәселелер. Олар айлап ұйықтамайтын болған бір өкімді шешу үшін. Шейх Албани рахимахулла бір рауи, риwayatчы Хассана деген бір әйел кісі, иснатта, хадистің иснатында. Айлап іздейді. Тапқаннан кейін бір қыз туылса, қызының атын Хассана қояды. Сол рауиды күші кетті, сонша өмірі кетті, соның кім екенін білу. Сонша бір адамның атын рауи деген білесіңдер ғой, хадистің несі дейді. Иснады, пәленші түгеншіден деген. Соның ішінде бір Хассана деген әйелдің дәрежесі, ол хадис алынатын ба, алынбайтын адам екенін іздеген. Түсінікті ме жоқ па? Өмір бір рауиді, себебі сол білсе хадис хасан дұрыс болуы мүмкін, білмегендігі үшін хадис әлсіз хадис болуы мүмкін. Оған өмірі кеткен оларды бір хадис үшін. Сен былайша отырып, сол үшін білім иелерін, қадірін тек қана білім иелері ғана білу мүмкін. Надандар олардың қадірін білмейді. Ойлайды, әшейін болар бір жақпаған, Шафиға Малик жақпаған шығар. Ұстазы ғой, қалай жақпайды айтшы. Малик Шафидің ұстазы. Шафи Ахмад ибн Хамбалдың ұстазы. Бәрі бір-біріне ұстаз, небере шәкірттер. Негізінде сенімдері бір болған ғалымдар олар. Солар бір-біріне неге қарсы болады өзі? Олар қарсы болмаған. Егер қарсы болғанда бізге келген болатын. Қарсылығы болған болса бізге келетін болған. Олардың арасында Шафидің шәкірттерінен де қарсы болғандары болған. Оларды баяндалған, қатесі, сеніміндегі қатесі баяндалған. Ахмад ибн Хамбалдың шәкірттерінде де ішінде олардың Ахлус-Суннаның сенімінде қарсы болған шәкірттері болған. Бұл сахаба табииндерден де кейінде, олардан кейінгі адамдарда да болған, шәкірттерінің ішінде сондай, ұстаздарының ішінде қатесі болғандары болған, оларды баяндалған. Бірақ болардың ішінде еш нәрсе болмаған. Болардың атын жабынып, осындай бір үмбетке кедергі болып, хилаф кіргізудің қажеті жоқ. Түсінікті ме жоқ па? Сол үшін сөздің басына қайтатын болсақ, Аллах субханаху ва таала бұл үмбетті бірлікке бұйырып, бөлінуден не қылған? Қайтарған. Және сол сияқты қайтадан айтамыз, бөлінуден қайтарумен бірге бөлінуге алып баратын себептерді де баяндаған, егер бөлініп қалатын болса, бірлікке қайтудың да жолын не қылған? Үйреткен. Бірлікке қайтудың да жолын үйреткен. Егер бұл тақырыпта сөйлейтін болсақ, негізінде сөз көп. Осы қысқаша сөз жетеді шығар. Аллаху